Қазақ хандығының құрылуы 13-ші ғасыр. 20-ші ғасырдың басында қазақ жерінде Қыпшақ хандығы өмір сүрді. Қазақ руларының жарты бөлігі қазіргі Монғолия жерінде орналасқан еді. Мысалы, олар Найман, Керей, Қоңырат, Жалайыр. Қазақ хандығының құрылуы Шыңғысханға тікелей байланысты. Шыңғысхан 1162 жылы қазіргі Монғолияның Кенттау аймағында Есугей батырдың отбасында туылған. Шыңғысханның әкесі Есугей батырды татарлар қуып беріп өлтіреді. Шыңғысхан бала кезінен ну ормандарда, жазық далаларда көрмеген, қиыншылығы қалмайтын нағыз қас батырдың өзі болып өседі. Ол әкесі адастырып қойған Қоңыраттың қызы Бөртеге үйленеді. Шыңғысхан көршілес Найман, Жалайыр, Керей, Қоңырат, татар, түркі тайпаларын жаулай бастайды. Содан Шыңғысхан жер аумағы үлкейіп, Қыпшақ хандығына дейін жетеді. Қыпшақ хандығы мен Шыңғысхан жақсы мәміледе біраз уақыт болады. Бірақ қыпшақтардың әскерлері Шыңғысханның товар айналымын тоқтатып, жиі ұрлыққа түседі екен. Оны Шыңғысхан сылтаулатады да, ұлы Шағатайды қыпшақтарға қарсы жорыққа жібереді. Бірақ Шағатай Отырарға келген соң Отырарды жаулау оған қиынға түседі. Отырарды ол кезде Қайыр хан басқарады. Шағатайдың шамасы жетпегеннен кейін Отырардың ішіндегі Қарашоқы деген сатқын Отырарды сатып, дарвазаны ашып береді. Ары қарай тыңдағыңыз келсе, арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Шағатай Отырарды алғаннан кейін Шыңғысханға басқа қалаларды да алу оңайға түседі. Шыңғысханның жер аумағы үлкейіп, шығысы Еуропаға дейін, ал батысы Қытайға дейін, Қытайдан ары Жапонияға дейін жетеді. Өз кезегінде Шыңғысхан бірінші әйелінің 4 баласына жерді толықтай бөліп береді. Қазіргі Қазақстан Республикасына тиесілі жерді сол кездегі Жошы ұлысы және де Шағатай ұлысы Шыңғысханның 2 ұлы бөліп алады. Арада қаншама ғасырлар өтеді. Алтын Орданың соңғы ханы Тоқтамыс. Тоқтамыс ханның Мәскеуді бірнеше рет өртегенін сіздер білесіздер. Бірақ Тоқтамыс өзіне көп алып қойды ма, Әмір Темірмен соғысуға шешім қабылдайды. Әмір Темір әрине ол мықты стратег, мықты саясаткер. Сол үшін оны жеңу өте қиын Тоқтамысқа. Нәтижесінде Тоқтамыс хан Әмір Темірден жеңіледі. Жеңіліс Алтын Орданың тарауына себепші болады. Төре тұқымдарының таққа таласуы көбейеді. Әбілқайыр хандығының ханы Шайбаншақ ойраттармен соғыста жеңіліп, халықтың алдында абыройы түседі. Оған қоса Шайбаншақ қазақ халқына салық төлеуді міндеттеп қояды. Оған шыдамаған Керей мен Жәнібек Моғолстанға көшуді ұйғарады. Керей мен Жәнібек Моғолстанның ханы Есенбұғамен бірталай келіссөздер жүргізеді. Келіссөзде қазақтар Моғолстан жерін ойраттардан қорғауы қажет. Ал Моғолстан ханы Есенбұға қазақтарға Жетісудың оңтүстігін бөліп беруге ұйғарады. 1465 жылы Керей мен Жәнібек қазақ хандығын дәл осылай құрады. Егер видео ұнаса, арнамызға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Келесі видеомызда қандай хандарды түсірейік? Мүмкін Абылай хан болар, мүмкін Кенесары болар. Астына пікір қалдырып кетіңіздер.